Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Мен біз менің Майнкрафтыма, яғни фото лаунчерге қалай карта скачать, мысалы, шексіз паркур, басқа да, мысалы, не айтсақ болады. Так, мысалы, любой картаны, яғни Java эдиторының картасын қалай скачать етуге болады, достар. Бұны фото лаунчерден бөлек кәдімгі пожов лаунчер хемисопе дегенге де тартатынын үйрететін боламыз. Иә, достар, бұл үшеуіне де болады. Біз ендеше видеомызға кеттік. Сіздер видеоға лайк басып тіркеп, арна жазылып, астында тұрған қып-қызыл болып тұрған подписаться кнопкасын сұрға айналдырып, жанында қоңырауын шертіп кетсек қызықты болады. Ең алдымен Minecraft ПК карта деп Google-ға іздеп аламыз. Дәл осылай іздейсіздер. Іздейсіздер. И өзіңіздің версияларыңызды жазасыздар. И осы жерден бір картаны, мысалы, өзіңізге жасайсыз. Сіздер осылай жазған кезде, көбісі мене қақтан экспортқа табасың деп, ол міне тұр. Көбісі ана Minecraft Expert.ru деген сол тапсаңдар болды. Басқа ештеңесін айтпаймын, себебі маған өйтіп не бермеу керек, қатты қолданып кетеді адамдар, түсіндір ба? Сол контентті түсіреді, и басқаға өтіп кетсе ол контент менен өтпей қалса, ода ол маған минус, иә. Ондықтан мен ешкімге атын бермеймін. Иә, достар, кешіңдер, атын бермеймін. Оны мен 1000 подписчикке жеткенде ме айтамын ғой, сендерге атын. Шексіз барып көрдім. Так, мына жақта бір карта өздеріңіз тауып аласыздар, любой карта. Но мен мысалы қандай карта тауып алсам болады? Давайте так, мен паркур салайын, мысалы, любой өзіңіз білесіз, айтқанда, мысалы, мен дейтін, так, паркур деймін ба? Так, паркур дей салайыншы, паркур дей салам. И паркур дей салам. Так, күтетіңіз, ашпай жатыр. Қазір ашқанда кездесе. Мен мысалы осы жерден таптым, міне Skyline паркур деген таптым. Сіздер любойын тата аласыздар. Жай ғана подробнее деген кнопкасын басасыз. Және осының астында өзіңіздің версияңыз тұрады. 1.12, 1.16, 1.20 деген сияқты. Үшін міне бұл жерге кіресіздер. И міне бұна жерде бәрі скачать етіліп жатыр. Иә, скачать етіліп жатыр. Ал енді біз бұған қалай, яғни өзіміздің Майнкрафтқа лақтырамыз. Оның бір жолы мен тағы екі жол бар. Сіздерге қазір оны айтатын болам. Иә, кеттік. Жердің несіне де келіп жеткен болатынбыз менюна. Өткенде маған айтқан болатын, өткенде түсінбегенде бар болатын. Үйді басасыздар. Міне үй, сосын міне мынандай, осын басасыздар, сосын менедж мод еді. Сол кезде солай лақтыратын едіңіздер. Ал бұл жол не істейміз? Мына жерде World и Data Packs деген бар. Сіздер осы жерде күтесіздер. Мынандай көп күнбек загрузканы. Қазір бұл істеп болған кезде, мына кейде көп уақыт болуы мүмкін, сондықтан біраз күтіп қалулары мүмкін түсіндір. Міне кірді, достар, сіздер мына жерде ештеңе болмайды, себебі өздеріңіз тек карталарыңыз тұрады, менде карта өте көп. И бізде міне add world zip деп тұрады. Дәл осыны басасыз, және downloadты басасыз. И астына түсіп, мына жерде өзіңіздің карталарыңыз тұрады. Міне Skyline паркур 3 zip. Мен бағана осыны тартқан болатынмын. Иә, үшін мен осыны қосып қоям, и ол дейтін мына жерде пайда болады. Так, бір жерлерде жатады, достар, ол. Бірінші өзіңіз тексеріп алсаңыз болады, осының астына кіріп, қай жерде деп осылай істеп, міне, тұр менікі. И сіздер ойлап жатқан боласыздар, солай басқаша қалай татуға болады. Оның тағы да бір жолы бар. Бірінші осы жерде, осы бұлтта версия тартқан жерімізде, осы World деген жер бар. Болмаса осы жерден өз версияңызды таңдайсыз. Міне мысалы не деп жазсам болады. Қазір өтіңдір. Паркур деп жазам. Паркур деп жаздым. И міне маған паркур эффект, Rainbow паркур дегенде шықты. Мен біреуін таңдау керек болып тұрмын ба не? Так, қайсыны араймыз. Мұны таңдай салайық. И міне 1.12, и ең біріншісін басасыздар да, confirm дегенді басасыздар. Болды. И бұл сізде өстіп толады. Осылай тез толады. Содан кейін барып сіздің картаңыз үшін скачать етілетін болады. Міне загрузка бітті.
Енді оны қалай істейміз? Дәл бағанағыдай жасаймыз. Загрузка надел шығарды ғой. И міне add world бұл жол мына жерде тұрады. Осындай басқа немесе мына жерде тұрады. И оны қосасыз. И оны болды. И енді қазір тексеретін боламыз. Карта тұр ма, әлде тұрған жоқ. Короче, достар, осылай кәдімгідей менюмен осылай кіресіздер. Сол баяғыда, в общем. И, короче, күтесіз. Кірген соң сіздер кәдімгідей одиночный мир деп тұрады сіздерде солай. Или сенге плеер деп тұрады, в общем. Солай тұрады. И міне, астыңызда міне 2 мод тұр, астыда, или ол төбеде тұрады. Дәл сол модтың атын жаттап алыңыздар. Міне, мысалы, менің модым тұр. И Skyline деген қайда тұр менің. Skyline деген жоқ қой. Қайда жоғалды олмыздар? Кастетіңдер, іздевайын. Кас. Міне тұрыстыр. Skyline паркур 3 деп тұр, көріңіздер ме? И біз қазір бұған кіріп көрек. Паркур шынымен де карта істеп тұр ма? Ал енді қазір карта істей ма, істемей ма тексереміз. Кеттік. Общем, достар, мен картаға кірдім, көрдіңіздер ме? Міне, дәл солай кіру арқылы, осылай, общем, час клик, Skyline. Міне, міне, яқты заты бар. Мына жерде начать бар, и легко бар. Тағы басқа, общем, бұл дейтін сол ненің заты екен, короче, паркурдың. Ой, ё-моё, сразу пампайыпты. Так, достар, сіздер видеоға лайк басқан тіркеп, жазып отырайық, себебі мен 2 тәсілді айтам. Не зат болса да, басқалар бір ғана затты айтады, ал мен болсам 2 затты айтам. Сондықтан лайк басыңыз. Ал енді бағанағы да бір рет в общем, бұлтпен скачать еткен картамызға кіре ма, кірмей ма, қазір көретін боламыз. Кіре ма, кірмей ма, қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментке қазір жазып кетіңіздер. Біз онда тексеруге кеттік. Короче, достар, көріп тұрсыздар ғой, міне кірдім мен тағы да Parkour Infinity Adventures Jumps деп тұр. Мұнда көріп тұрсыздар, флагта тұр. Англия мен Италия ма, қандай айтады? Жоқ, Италия емес, Италия ма? Кезіндер. Так, короче, Италия ма, Англия ма, білмеймін, короче, екен біреуі. Қатық болды оның шынды мана. Күтім что қатық болды менгі. Пайды мықты сияқты кәсіпкетімді. Сосын достар, бірден айтайын. Егер сіздерден мод сұрап жатса, бірден істеп жатса, онда сіздер ол модты қоспағансыздар. Сол файлды ашқан кезде, короче, сол файлды ашқан. Ойбай, не істеп жатыр? Helper, Builder of the Map. Міне, мұнда играть, старт. Бұл біздің бірінші тәсіліміз. 2 тәсіл, уже 3 тәсілді көрсетемін қазір. Тағы да сол баяғы Archiver деген программа арқылы. Бұл өте оңай деген ойдам, достар. Сіздерге мен оның бәрін үйреттім. Ай, қазбек көріп қалдым. Дайте, достар, лайк бассаңдар, каналға тіркелсеңдер, мен оның бәрін 1 минутта өтіп тастаймын. Шексіз паркур ойнамаға біраз қалды ғой. Ну, короче, пазыр болмай тұрғанда келесі тәсілге кеттік. Короче, достар, айттым ғой, үшін міне кірді. И енді келесі қайттан сол баяғы Archiver программасы арқылы бұл жерге тағы да downloadқа кіреміз. Дәл осы жерге түсіп, бағанағы тұрған өзіңіздің негіз паркурыңыздың, в общем, басасыз үстін zip болып тұрса ғана кіріңіздер, автобус кірілмейді, жары болып тұрса, мынандай болып тұрса кірілмейді, мынандай болып тұрса ғана кіріледі. Соның үстін жай ғана басасыз, осы жерде view деген сөз бар. И Skyline паркур, копирование, и Чейвис. Так, лақтап көрсін, все, болды, достар, болды. И болды, оңай. Немесе, достар, көпшіліктен сұрап жатқан шығарсыз, мен кіргізбейді десеңдер, онда сол картаны өткен кезде, басқан кезде, модус деп тұрса, сол модус деген жердегі бүкіл модтың бәрін, копировать етіп, қайтадан өзіңіздің модусқа лақтырсаңыз ғана кіре аласыз. Және оған өте мықты телефон қажет болады. iPhone-нан басқа. iPhone кіре алмайды, достар. Болған жерге мен сіздерге оны өткенде айттым. Так что iPhone-мен кірем деп жүрсеңдер, сендер қатты қателесесіңдер. Біз бағана көрдік, мұнын көрдік. Ана парк нет, короче, ана мен басқа сатып қойдым. И ана істемей қалды. В общем, сондай болып қалды. И біз басқа бір карта скачать етейін деп жатырмын қазір ғана.
Так, мысалы қандай карта скачать етсек болады, достар. Давайте ең чертский бір карта скачать етсек, қатырмайтын да, ештеңе істемейтін де. Мысалы, мен қандай карта скачать еткім келіп тұр? Мен испытание карта скачать еткім келіп тұр. Мен испытание. Ал енді қазір скачать етіп болғаннан кейін кездесетін боламыз жейік. Короче, достар, көріңіздер, міне мынау скачать етілді. Қазір біз енді бұны қазір зачеверге салып көретін боламыз. Дәл бағанағыдай download, найди кнопку, копирование, FSL и сейвс. Тоқташы, мені бар ма еді? Жоқ екен. И міне тастаймыз сейвске. И енді қазір бұны тексеретін боламыз. Сосын бірден айтайын, достар, версияларың сай келмей, басқа версияны скачать етіп қойсаңдар, өздеріңнен басқа, онда сіздердің мираларыңызға мүлдем кіргізбейді. Себебі сіздің версияңыз, ол мысалы 1.16.5 болса, сіздікі 1.12 болса, ол қалай кіреді, достар, ойлаңдаршы, оның ішінде дейтін, біраз заттар болады, ал анада дым болмайды. Короче, достар, осындай простой менюмен кіресіздер. Оңай деген ойдам, ең оңай 3 тәсілді сіздерге айттым. Бұның бәрі сіздерге көмектеседі. Бұл өте көп пайдасын тигізеді. Достар, мен осылай Майнкрафтқа карта скачать етемін, солай видео түсіремін. Мысалы, найди кнопку, испытание, тағы басқалары. Шексіз паркур деген сияқты. Бәрі, осы Foldcraft Launcher, Hemislpe, тағы не бар? Позже Launcher дегендердің бәрі дәл осылай зачевер арқылы кіреді. Ал Fold Launcherмен кіретіндерге осы екі тәсіл, бағана мен айтқан тасымалды бұл екі тәсіл көмектеседі. Мен тауып алдым, найди кнопку Чибер Софтман ба, сондай бір бәле, короче, тілім келмейді, достар. Міне бағанадай кіресіз, болды. Мен просто бұны қосып қойғанмын. Бұны бұрында ойнап қойдым. Бірінші болып сіздер көрсеңіздер болады. Найди кнопка деген, кнопканы тап деген менің видеом бар. Сол видеода дава деген сөз көп айтылды. Короче, айтқанда соны мен көп айтқан болатым. Осыны мен өттім. Найди кнопка осяқта істедім. Сіздер оны сол видеодан көре аласыздар. Ал енді видеоның қорытындысына біз назар аударайық. Достар, сіздерге мен бүгінгі видеода 3 тәсілді айтқан болатым. Ол тағы да қолданба арқылы және осы Fold Launcher арқылы 2 тәсіл болды. Сіздерге осы видеоны ұнады деген ойдам, себебі ешкім мұндай 3 тәсілді айтпаған, тек қана бір тәсілді ғана айтқан болатын. Сондықтан еңбекті бағалап аста түсіп, қып-қызыл тұрған подписаться кнопкасын сұрға айналдырып, жанындағы қоршаны сұрт түске айналдырып кетсеңіздер, мені шыққан видеоларымды тез көре аласыз. Короче, сендермен болғанмен суадес. Пока-пока. Чао.